Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2 сынып қазақ тілі сабағы 50 сабақ. Бүгінгі сабақты көрден алдын менің каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз біздің жобамыз. Сипаттау мәтіні қалай құрастырылады? Сипаттау кезінде заттың немесе нәрсенің барлық белгілерін тізіп, түгендеп жатудың қажеті жоқ. Оның мінез-құлқы мен атқаратын қызметіне мән беру керек. Саны мен сапасы, айрықша қасиеті, пайдасы нәрсеге өз пікіріңді, одан алған әсерің мен сезіміңді білдіресің. Сондай-ақ ол заттың адамға пайдалы немесе пайдасыз екенін көрсетуді ұмытпа. Сипаттау барысында жұмбақ түрінде жазып алуға болады. Жұмбақ сипаттауға құрылған шағын әдеби шығарма. Түйе туралы жұмбақтарда оның негізгі белгілері қалай сипатталатынына назар аудар. Бірінші белгісі түйенің сыртқы бейнесі туралы сипаттау. Кезікті бір жануар, үстінде 2 тауы бар. Бұл не? Бұл түйе. Түйені сипаттап тұр. Үстінде 2 тауы бар, 2 өркеші бар. Соны айтып сипаттап тұр. Келесі сипаттауымыз бұл екінші түйеге ғана тән қимыл қозғалыс жайлы. Маң басқан, 4 аяғын тең басқан бұл қай жануар? Деп түйе деп айтуға болады. Маң басқан аяғының басу қадамы арқылы сипаттап тұр, 4 аяғын тең басатын жануар екен. Келесі үшінші сипаттамада түйеге ғана тән дауыс үн бар. Сол жайлы. Дауысы қоңыр, үні мұң, тесіп қойған мұрнын. Дауысы туралы айтып отыр бұл жерде. Дауысы қоңыр екен, оның мұңды екен үні. Осылай түйені дауыс арқылы сипаттап тұр. 4-ші сипаттауда түйенің айрықша қасиеті жайлы айтылған. Бұл не қылған ер еді, қандай мықты жүрегі, бір ұрттам су татпастан 1000 шақырым жүреді, деп сипаттап берген айрықша қасиеті. Ол су ішпей 1000 шақырымға дейін жүре алады. Қалай ойлайсың, жұмбақ мәтіннің қай түріне жатады? Жұмбақ мәтіннің сипаттау мәтін түріне жатады. Өзіңе ұнаған жануармен осындай тапсырма құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңның алдында қорға және бағала. Бұл сипаттау мәтініне жатады жұмбақтар. Енді келесі мысық туралы. Сіздер кез келген жануарды жазсаңыздар болады. Мен мысық жайлы жаздым. Оны сипаттау арқылы, 2 сипаттау арқылы жаздым. Бірінші сипаттауымыз пір үшкір тырнағы, тышқан оның құрбаны. Бұл жерде сипаттап тұр, тырнағы үшкір екенін, тышқанын қорек ететіні, осылай мысық жайлы айтылды. Екінші сипаттамада тонын киіп туған, жалап бетін жуған. Тон киіп туылатын, түкті болатыны мысықтың және бетін жалайды. Олар жалап жуады бетін. Осылай сипаттап тұр. 2 түрлі қасиет арқылы сипаттап, жұмбақ жасырып, сипаттау мәтіні туралы жазылса болады екен жасыр. Осылай тапсырманы орындайсыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.